Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын ашытылған қамырдан манты дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз мантының қамырын ашытып алатын боламыз. Ол үшін бізге илектен өткізілген ұнымыздың үстіне дрожжымызды сүйіп, жылы суымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың ең қандырғанша илеп, бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз енді жақсы көтеріліп ашығанша біз енді салмамызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізді ұсақ кубиктап турап алатын боламыз. Пиязымызды да майдалап турап болғаннан кейін іш майды турайтын боламыз. Картошканы да майдалап турап, одан кейін жусай қосатын боламыз. Жусайымызды да жақсылап турап, бәрін турап болғаннан кейін тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып және керемет болып шығады. Енді біз ашып тұрған қамырымызды алып, екі қолымызға сұйық майды жағып, сұйық майдың көмегімен осылай домалақ бөліктерге бөліп аламыз. Осылай домалақ бөліктерге бөлсеңіздер, бәрі тегіс бір келкі болып шығады. Жұмыс жасағанға өте ыңғайлы болады. Енді біз сынып тұрған қамырымызды алып, осылай қолдың көмегімен жұқалап жайып алатын боламыз қамырымызды. Енді қамырымыз дайын, арасына салмамыз салып, жақсылап, міне мен роза гүл тәрізді түйіп жатырмын. Осылай түйсеңіздер де болады. Және екінші түрім осылай түйсеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша қайсын жасай аласыздар, соны жасауға болады. Міне мен сіздерге осылай екі түрін көрсеттім. Дайын болған мантыларымызды 40 минут пісіреміз. Міне біздің ашытылған қамырдан мантымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнап жатса достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.